ең бастысы қадағалап айтатын нәрсем ол сіңіруге болмайды. Ол енді инфекция көзі болып тұр. Сәл мысалы суық ішсе тамақ ұстап қалады, мысалы сәл суыққа кондерный тамақ ұстап қалады да ілініп кетеді. Өзі кішкентай орган, но көп нәрсеге жауап береді, бірақ көп нәрсе өзінің функциясынан айырылып қалғаннан кейін ол жау болады. Жүректі, бүйректі, буындарды кетіреді. Егер дабыл жарғағы зақымданса, не болмаса есту сүйектері зақымданған болса, оны операциялық жолмен емдеуге болады. Егер құлақтың есту нервісі кететін болса, мен бала кезімде құлағым ауырған, соң тесіліп қалған, соң бертін естуі төмендеп бастады деп. Болмаса бір қатты суықтап, тұмауратып, сол жаңа нервке өтіп кетуі мүмкін. 40 жасқа келген кезде артериальный давлениесі болатын болса, адамдардың соны қатты бақылауға алған өте дұрыс. Құлақтағы шуыл ол қоғамның жалпы қандай ұлтын алмасаң да проблемасы дәрігерге сенімділіктің төменділігінен бе білмеймін, или өздерінің денсаулығына селқос қарай ма, кеш барады. Дұрыс емес ақпарат бар. Қоғамда жақсы. Менің құлағымнан бұлық ағады дейді. Бұлық сұйық күйінде ешқашан ақпайды. Дейді, жедел және созылмалы түрде.